Ассалаумағалейкум. Ой, кешіріңіздер. Артқа қарап бірдеңе деп тұрам. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз, яғни Майнкрафт ойнайтын боламын. Мен серверіме кіріп алайын, достар. Бүгін біз новый сервер ашып, бір қызықты видео түсіретін боламыз. Не істейміз енді? Амал жоқ. Не саламыз, білмеймін. Флаг қайту қосып алады. Так, бүгін біз үй салатын болайық. Давай, үй салайық. Өзімізге жекелі үй салып алайық. Үй салып алайық, сосын үй салып алғаннан соң неше түрлі қасына заттар саламыз. Үйді неден салайық деп ойлаймын. Астын цементтің фундаментін құйбау керек. Оның үстін жасау керек дегендей. Терезесін жасайық. Енді сосын солай болады ғой, достар. Және де оның кіріп не чатыр болады. Ал достар, енді біз цемент қояйық. Фундамент дейді. Фундаментті қою керек, енді амал жоқ. Мен соның жобасын жасауымыз. Цементтен істейік. Ал енді біз өте дәу қылып салмай-ақ қояйық. Писсаторын істеп шашап қаламыз. Сондықтан дәл осы көзімізге. Енді бұл істедік қой. Құйдық фундаментін енді мынаны. Бітімін жоқ саламыз. Енді біз Чёрный? Жалас, пойдем, жалас. Не стюжи. Ах, мыс. Ал енді жасап жатырық міне. Уж болды. Пип болдық фундаменттен. Міне. Дәл осындай қалып шықты. Міне көзді ашып жұмғанша мынандай жерінде жасап болдық.
13'ten alt çift. Al. Birinci etarini жасап болдық деп айтайық. Полын жасау керек. Екінші этажын. Mine dostlar birinci etарын жасап болдық. Курик. Десем бізде кварцаны салған стейрс бар емес па? Стейрс дегеніміз баспалдақ. Мен кухня жасаймын. Кухня, ванна дегендей. Сондай бар. Цемент осы песокқа ұқсайды екен. Цемент қой. Песокқа ұқсайды. Осылай үйлерді салып тастасақ, үйіміз біздің мынау флат жеріміз қалаға айналып кетуде қарап емес.
Dostlar, endi biz 3 salып жатырық. 3 жол оңай емес екен, білесіздер. Майнкрафтта оңай шығар, бірақ шын өмірде өте қиын. 1 жылдай ма кетеді. Bir жыл или құрылысшының санына байланысты. Құрылысы көп, майталмандары көп болса, үйде тез салуға болады. Чедейім бір күннің ішінде емес енді. 1 ай, или 2 ай, 4 айлап. Dostlar, bir günde үй салып бітірдім. Міне бір күннің ішінде. Ертең күн болмай тұрып, салып керек. Майнкрафттың бір күннің ішінде үй салып бітірдім. Несіне бір үйім болды. 4 күн салғам. Үйім. Одан да басқа үйім болды. Ең үлкен үйімді 4 күн салдым. Майнкрафттың күнімен санағанда. Төрт күн бойы салып шықтым енді. Не істейін, 4 күн бойы салып шықтым. Ал міне мынандай кішігірім үйімізді 1 күннің ішінде салып бітірдік. Салып бітірдік. Шатыр орнатсам, әдемілік кетіп қалар ма деймін. Басқа ойым бар. Шатыр орнатпай ақ та істеуге болатын. Бұл бір жағынан әдемілік те беріп тұрады. Асып кетіп жатыр. Скелеттер. Достар, Майнкрафтта бір қызық бар. Ол, егер сіз үйіңізді безендірмесеңіз, әдемілемесеңіз, үйіңізде неше түрлі мынандай құбыжықтар жүреді, құбыжықтар. Осындай құбыжықтар жүреді.
Ал сіз құбыжықтың жүрмегенін қаласаңыз, үйіңізді дұрыстапсаңыз, сол кезде құбыжық мүлдем жүрмейтін болады. Мен қазір келесі бөлімімізде достар, үйді қалай безендіру керек екенін көрсететін боламын. Егер ұнамаса өздеріңіздің еркілеріңіз, ұнаса менің безендіргенімде безендіріңіздер. Менде бар заттар сіздерде де әрине болады. Егер Майнкрафт бар адамдар болса. Мынау тупас менің үйіме шығып жатыр. Ақымақ неме. Міне үйімізді салып болдық достар. Біз енді забор салатын боламыз, келесі бөлімдерде аяқтап тастайтын боламыз дейді. Сау болыңыздар достар. Сіздермен болған Нура KZ, яғни мен үшін атым Нұртас. Сау болыңыздар. Келесі бөлім. Лайк басуды ұмытпаңыздар, жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар.